Сәлем достар, сендер мен Жасик. Бүгін сендер керемет видео тусардым. Каналға жазылғандар және соңына дейін көріңдер, қызық болады, уәде беремін. Ал енді бастайық. Бір жігіт бар еді, жасы 20-дан асқан, үнемі қабағы түйіліп жүретін, не істерін білмей өмірге зауық соқпайтын. Қыста үйде жатып қиялға берілсе, жазда олада алма ағашының түбінде жатып аспанға телміретін. Бір күні анасы одан өзеннен су әкелуді тапсырды. Жалқау жігіт барғысы келмеді, бірақ анасы қайта-қайта айта берген соң, амалсыз құмыра алып өзенге кетті. Суды толтырып қайтып келе жатқанда құмыраның ішінен бір дауыс естілді. Сөйтсе құмыраға кішкентай балық түсіп кетіпті. Балық жалбарынып өзін қайтадан өзенге жіберуін өтінді. Жігіт әуелде келіспеді, бірақ балықтың өтінішінен кейін оны суға қайта жібереді. Риза болған балық: "Қандай қиындыққа тап болсаң да, ішімнен мені ойла, сонда мен келіп тілегіңді орындаймын" дейді. Жігіт суды үйіне әкелді. Ашыққанын айтып еді, анасы тамақты өзі жасауын бұйырды. Көңілі түскен жігіт балықты есіне алып іштей шақырды. Сол сәтте көз алдында небір дәмге толы дастархан пайда болды. Екеуі әбден тойып тамақтанды. Анасы кір жуа бастады, ал жігіт баяғы әдетімен ағаштың түбіне барып жата кетті. Осы кезде патшаның қызы сол жерден өтіп бара жатып жалқауды көрді. Онымен амандасып, неге жұмыс істемей жүргенін сұрады. Жігіт мұны келемеш деп түсініп, ашуға булығып балықты шақырып Ханшайымды жүктетті. Сарайға оралған соң Ханшайымның іші күн сайын үлкейе берді. Көп ұзамай ұл бала туды. Патша баланың әкесі кім екенін сұрағанда, Ханшайым ештеңе білмейтінін, ешбір теріс іс жасамағанын айтты. Патша оны жазаламады, бірақ баланың әкесін табу керек деп шешті. Сарайдың білгірлері елдегі барлық еркекті жинап, балаға әрқайсысына алма ұстатуды ұсынды. Қайсысы алманы алса, сол әкесі болады деді. Патша бұл ойды құп көрді. Келесі күні барлық еркек жиналды, бірақ бала ешкімге алма бермеді. Патша аң-таң болды да, үй-үйді аралап адамдарды атымен шақыра бастады. Ақыры жалқау жігітті шатырда тығылып жатқан жерінен тапты. Сарбаздар оны сарайға алып келді. Бала оған бірден алманы ұсынды. Сол сәтте бәрі анықталды. Баланың әкесі жалқау, салақ жігіт болып шықты. Патша әдемі сымбатты ханзада күткен еді, ал оны көріп қатты ашуланды. Ол Ханшайымды, жігітті және баланы ағаш бөшкеге салып өзенге лақтырып жібереді. Алғашында Ханшайым күнде жылайтын, кейін біртіндеп тағдырына көндіге бастады. Бөшке тар, өмір сүруге өте ыңғайсыз еді. Ол жігіттен балықты шақырып үлкен сарай жасатуды өтінді. Жігіт әуелде келіспей бөшкенің өзі жеткілікті деп ойлады, бірақ Ханшайымның жалынғаннан кейін балықты шақырады. Сол сәтте бөшке қатты айналып, балық оны судан итеріп шығарып жағаға алып келді. Бөшке быт-шыт болып, олардың алдында зәулім әсем сарай пайда болды. Олар сол сарайға көшіп, көп бала сүйіп, ұзақта бақытты ғұмыр кешеді.